Бұл аралда сіздің күнде қолданатын компьютеріңіз, планшетіңіз, смартфоныңыз, сол сияқты көптеген гаджеттеріңіздің негізгі бөлшегін жасайды. Заманауи процессорларды әлемнің алпауыт компаниялары дәл осы жерден Тайваннан сатып алады. Бұдан да маңызды мәселе, картадан мынау Тайван бұғазына қараңыз. Бұл жерден әлемдегі сауда жолының 80% жүріп өтеді. Осы бұғаз кімнің иелігінде? Тайван ба, немесе үлкен көршісі Қытай ма? Пекинде Тайванды да бұғазы да өзінікі деп есептейді, және 70 жыл бойы осы территорияны қайтарып бақылауына алуды жоспарлап келеді. Тайванның Қытайдан бөлуіне не себеп? ақш-қа осы арал неге сонша қатты қажет? Және Қытай Тайванды шабуыл жасап басып алғысы келсе де неге олай жасай алмайды? Осы видеоны әлемнің қай түкпірінен көріп отырсаңыз да біліңіз, сіздің құрылғыңыздың процессоры осы Тайванда жасалуы әбден мүмкін. Өйткені осы аралда әлемдегі микросхемалардың жартысын жасайтын ең үлкен зауыт бар. Яғни жүздеген елдер Тайваннан шығатын ең керекті және маңызды затты сатып алып жатыр. Солардың ішінде ең көп сатып алатыны бірінші Қытай, одан кейін ақш, Сингапур, Жапония, Оңтүстік Корея, жалпы әлемнің басты экономикалары. Бірақ солардың ішінде ешқайсысы Тайван мемлекетін ресми түрде мойындамаған. Мойындаған 14 ел ғана. Олардың атын бірінші рет естіп тұрған болсаңыз, таңғалмаймын. Бірақ ең қызығы, бәрі Тайванды өзінікі деп конституциясында бекіткен мынау Қытай Республикасын мойындап тұр. Енді мынаған назар аударыңыз. Тайванның өзі халықаралық деңгейде өз мемлекетін Қытай Республикасы деп атайды. Және олардың өз конституциясында материктік Қытайдың иесі ретінде бекітіліп тұр. Яғни Тайван кімдікі және Қытай кімдікі деген сұраққа екі жақта біздікі деп батыл жауап береді. Осындай территориялық ессіздік ол материкте де аралда да бір-біріне қас жау болып қалған екі мемлекеттің пайда болуынан басталды. Бұл қалай болғанын айтамын. 20 ғасырдың басында Қытайдың үлкен территориясында 22 жыл бойы азаматтық соғыс болды. Кім-кіммен соғысты десеңіз, 20 ғасырдың басындағы барлық жердегідей коммунистер мен националистер. Коммунистердің басында Мао Цзедун, екінші жағының басында Чан Кайши. Мао Цзедун соғысты жеңіп, бәріміз қазір Қытай деп атап кеткен коммунистік Қытай Халық Республикасын құрды. Ал Чан Кайши соғыстан жеңілді. Сол коммунистер қолынан қаза таппау үшін 2 миллион жасақтарымен бірге бұғаздан жүзіп өтіп, Тайван аралында тап болды. Және осы жерде ешқашан Тайван деп аталмайтын өз мемлекетін құрды. Сонымен мемлекеттің аты қалай болды? Кәні кім айтады? Қытай Халық Республикасы, басқаша емес. Сол кезде мұна коммунистерді емес, осы Қытайды біріккен ұлттар ұйымының мемлекеттері мойындаған болатын. Мойындағанмен қоса, Тайванның жігіттері біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болып тағайындалды. 1950 жылдары әлемде күшті елдер саны 5. ақш, СССР, Франция, Ұлыбритания және Қытай, яғни Тайван. Сонымен 71 жылдың 25 қазанында Тайван үшін бәрі өзгерді. Нью-Йорктағы біріккен ұлттар ұйымының штаб-квартирасында екінші дүниежүзілік соғысында жеңіске жетті деп есептелген, 26 жыл бойы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болған осындай туы бар Қытай енді біз үшін Қытай емес, бұдан былай бізге Қытай мынау деп жарияланды. Кореяда қызыл тумен қарсы соғыссақ та біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мүшесі енді осылар деп тағайындалды. Лақтыруға біріккен ұлттар ұйымының штаб-квартирасына қош келдіңіздер. Тайванды 49 жыл қанша мемлекет мойындағанын қараңыз. Ал 70 жыл өткеннен кейін бәрі Қытаймен дос. Және ешкімнің Тайванмен ресми дипломатиялық қарым-қатынасы келісімі де жоқ. Бұл жағдайдың басты себебі бүгін Қытай әлемде екінші экономика. Өзінің статусы мен күшінің арқасында, егер Тайванды мойындасаң, демек бізді мойындамағаның деп бәріне қарапайым талап қойып отыр. Ал Рим папасы мен Гондурастардан басқа ешкім Қытаймен ұрысқысы келмейді. Сонымен бәрі Тайванды жоқ сияқты көріп жүр. Ал Тайван бар. Жалпы Американың осы темада жасаған әрекетін қарайықшы. Басында Чан Кайшиді қолдап, ақша мен қару-жарақты үйіп берген болатын. Бұл демократиялық құндылықтарды қолдау мақсатында емес әрине. Тек алып коммунистік Қытайдың шетінде саяси және әскери геморрой жасау. Яғни бірден биіктеп кетпеу үшін қарсы салмақ орнату саясаты. Кейіннен осы коммунистік Қытайлармен жақындасып, қарсы салмақ саясатын Совет одағына да жасаған болатын. Сценарий бойынша оқиға барысы былай болды. 1970 жылы қараша айында президент Никсон британиялық Times газетіне берген интервьюында Қытайды көруді армандап жүргенін айтты. Турист.
1971 жылы маусым айында Қауіпсіздік кеңесінің басшысы Генри Киссинджер бастығының арманын орындап, Пакистан арқылы бейресми түрде келіссөздер жүргізуге Қытайға барды. Және осы 71 жылдың қараша айында Біріккен ұлттар ұйымының америкалық мүшелері Қытайды Тайваньмен алмастыруға қарсы дауыс бергенімен, бұл ештеңе шешпеді. Есесіне Тайваньға да қолдау көрсетуін тоқтатпауына мүмкіндік берді. Міне 72 жылы президент Никсон Мао Цзедунмен қол алысуда, ал 79 жылы Америка материктік Қытайды ресми түрде мемлекет ретінде мойындады. I have undertaken initiatives in several areas to open the door for more normal relations between our two countries. Ешқандай реніш болмасын, бұл тек бизнес. Ал бизнестің бұл жерде қандай қатысы бар десеңіз, Тайваньға қайта ораламыз. Бұл жерде қазір әлемде ең қымбат және күрделі микрочиптерді Apple, Intel сияқтылар сатып алып жатыр. Ал өткен ғасырдың ортасында бұл микрочиптер де бұл компанияларда жоқ. Есесіне жұмысқа салуға өте тиімді тайвандық бұрынғы шаруалардан құралған жұмыс күші бар. Қараңыз, олар басында киім тігуден бастады. Кейін кепкалармен, ойыншықтармен бүкіл батыс елдерін қамтамасыз етті. Ал одан кейін жапониялық және америкалық компаниялардың тұрмыстық техникасын құрастырумен айналысты. Сонымен Тайванда 15 миллион адамнан тұратын жұмыс күші бар. Бұл әлем фабрикасын құруға әрине жеткіліксіз. Ал Қытайда ше? Миллиард. Қытай мен Американың жақындасуының себебі бұл тек СССРмен болған бәсекелестік қана емес. Ол үлкен ақшалардың салдарынан да. Себебі кез келген жерде бастысы тек ақша тапсаң болды емес пе? Америка Тайваньды ресми түрде мойындағанын қойғанымен, бірақ ақшалай және қару-жарақпен көмектесуін ешқашан тоқтатқан жоқ. Осы жерден Америкамен де Тайваньмен де байланысы бар тарихи маңызды тұлғамен таныстыруым қажет. Оның аты Морис Чанг. Ол Стив Джобс, Билл Гейтс сияқты алыптармен бір деңгейдегі тұлға. Өйткені Тайваньды 21 ғасырдың алтыны саналатын күрделі технологиялар мен микропроцессорлардың отанына айналдырып, өндірудің негізін қалаған осы. Чанг 31 жылы Қытайда дүниеге келген. Чан Кайши Тайваньға қашқан кезде, Чанг жас жігіт кезінде Америкаға қашқан болатын. Чанг Массачусетстегі технологиялық институтында оқыды. Ол бүгінде әлемдегі ең мықты технологиялық жоғары оқу орны. Бірақ бұдан да маңызды мәселе ол оқудан кейін Texas Instruments компаниясына тап болуы. Ол 20 ғасырда ең көп сатылған транзисторлы қалта радиосын ең алғашқы гаджетті ойлап тапқан компания. Негізі осы транзистордың арқасында цифрлық революция бастау алған болатын. Сонымен 1958 жылы Чанг қарапайым инженер лауазымынан бастап 25 жыл ішінде компанияның вице-президентіне дейін өсті. Әрине ол микропроцессорларды толыққанды зерттеп қоймай, Американың бүкіл әлемнің жоғары технологиялық компанияларының басшыларымен жақсы қарым-қатынас орната алды. Ал 1985 жылы мойындалмаған Тайвань мемлекетінің премьер-министрі Аралға шақырып, ғылыми зерттеулер институттарын және өндірістік саланы басқаруды ұсынды. Бұл кезде Тайвань қосалқы бөлшектер фабрикасы, ал бұғаздың арғы бетінде миллиард қытайлықтар да қосалқы бөлшек жасауды үйреніп жатқанда, бұл жарыстан жеңіліске жететінін түсініп, миға ақша құюды ұсынды. Осылайша мемлекеттің ақшасына ондаған стартаптар ұйымдастырылды. Бәрінің мақсаты бір: Чанг өмір бойы жасап жүрген интегралды микросхемалар мен чипсеттерді жетілдіріп өндіру. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company атты стартаптардың бірін, бәріміз TSMC деп танитын компанияны Чанг Морис жеке өзі басқаруға кірісті. Ал бүгін TSMC зауыты бүкіл әлем базарлығын алатын жер. Олардың клиенттері Sony, Microsoft, Qualcomm, Nvidia, AMD, Apple, Intel. 80 жылдар соңында Тайванда болған технологиялық революциядан жетістікке жеткен тек TSMC ғана емес. 1987 жылы Acer өзінің чипсеттерін ойлап тауып, жасап шығаратын бөлімін ашты. 88 жылы Transcend компаниясы пайда болды. Олардың флешкасын барлықтарыңыз қолдарыңызда ұстаған боларсыздар. 89 жылы Asus өздерінің материнский платасын жасай бастады. Тағы да тайвандық HTC компаниясы бар. Монитор жасайтын EOC бар. Бәріміз оны Loss деп оқимыз. Әлемдегі смартфондардың 40%-ның процессорларын тайвандық Mediatek жасайды. Осы жоғары технологиялар Тайванға байлық пен жетістік алып келді. Жаңа айтқан компаниялардың көбі әлемде өз саласының лидері атанды. Бүгін көлік өндірушілердің 60%-ы сол TSMC-ге тәуелді. Ендеше осы Тайвань Қытайға да, Америкаға да неге сонша керек екеніне өзіңіз жауап беріп көріңіз.
Егер Пекин осы өндірістік күшіне қол жеткізсе, Қытай болашақ әлеміне кез келген талабын қоя алатын болады. Өйткені бүгін әлем экономикасы тек мұнайға емес, сонымен қатар микропроцессорлерге де тәуелді. Бұл микрочиптердің басты тұтынушысы ол ақш, сондықтан да олар одан оңай бас тарта алмайды. Мұнай болса мейлі араб мұнайын Ресейдікіне, Иран мұнайын Венесуэлаға алмастыратын жол бар. Ал әлемде микрочиптердің негізгі өндірушілері ол екеу ғана, тайвандық TSMC және оңтүстік кореялық Samsung. Ал Apple олар тек өздеріне ғана өндіреді. Жалпы бұл микропроцессорларды өндіру бұл ұзақ және күрделі процесс. Егер ол туралы видео қаласаңыз, пікірге жазыңыз. Адам санына қарап кірісейін. Енді жалпы Тайвань аралын география тұрғысынан қарап көрейік. Но Тайвань бұғазы жаңа айтқандай әлемдегі сауда тасымал кемелерінің 80% осы жолмен өтеді. Шығыс Азия елдері осы жолмен өндірген тауарларын Америка мен Европаға жөнелтеді. Тайваньның су жолы барлық халық үшін ашық, алайда бұл жерді Американың әскери кемелері тәртіп сақшысы ретінде күзетеді. Егер Тайваньды Қытай өз иелігіне алса, Қытай жағалауларында Америка әскерлері жүре ала ма? 1945 жылы Америка генералы МакАртурдың айтқан сөзі бүгінгі таңдағы ситуацияға жауап бола алады. Тайвань Шығыс Азияда батпайтын авианосец. Осы жағдайды пайдаланып Тайваньға қару-жарақпен көмек көрсетпесе, коммунистік қауіптен қорғаныс шебі Калифорния жағалауында болады. ақш жағдайды өз пайдасына қолданды. Енді Американың қорғаныс шебі Қытай жағалауларында. Ал енді логикаға салып қарасақ, Америкада Қытайда Тайвань үшін соғысуға әзірше дайын емес. Өйткені қарумен жасақталған аралға армияны жіберу бұл тым көп және ақталмайтын адам шығынын алып келеді. Гитлердің өзі ең қуатты кезінде Британия аралдарына басып кірген жоқ. Ол тек самолет пен бомбалар ғана жаудырды. Өкінішке орай болған бұл жағдайдан барлығы сабақ алған. Ал экономикалық себебі бұдан да маңыздырақ. Қараңыз, ақш пен Қытайдың арасындағы тауар алмасу жылына $720 миллиард тең. Қытай Европамен де шамамен осы суммаға сауда жасайды. Екеуін бірге қосып есептегенде жылына $1,5 триллион. Бұндай цифрлар басқа ешкімде жоқ. Соғыс басталатын болса, бүкіл сауда жолдары бұғатталып, әлем өндірістік кризиске ұшырайтыны бәріне мәлім. Осыған қоса, бүгін Қытай өз технологияларын дамытып отырғанымен, олар әлі Америка, Европа, Жапонияның технологияларына тәуелді, ал осыдан айырылу Тайвань аралына басып кіруге татымайды. Сол себепті Америка барлаушылары Қытай Тайваньға басып кіруді қазір емес, 2020, даже 2050 жылға жоспарлап отыр деген ақпарат беруде. Қытайдың картасында мына екі нүкте бар: Гонконг және Макао. Бұл ресми түрде әлем бойынша мойындалған Қытайдың территориясы. Англия мен Португалиядан бұл жерлерді өзіне алу үшін Қытай ешкіммен соғысқан жоқ. Олар тек политикалық қысым көрсетіп күтіп отырды. Соңында қолдарына өздері-ақ берді. Иә, Қытай Тайваньға үлкен одағымыздың мүшесі боласың, өз заңың мен валютаң болады, автономиялық ел боласың деп дәл Гонконгтың схемасын ұсынған болатын. Алайда Тайвань Гонконгты қысып тастап, көтерілісшілерін басып жатқанын көріп, бұндай тәтті өмірден бас тартты. Ендеше Қытайда бірақ шешім бар, ол ұзақ күту. Ал Америка Тайваньды бұрынғысынша батпайтын авианосец ретінде пайдаланып, Қытайды бақылауында ұстап отыр.